Ассаламу алейкум. Сабағымызды жалғастырайық. Аллахумма инфағни бима алламтани ва аллимни ма инфағни ва зидни алиман. Дәрсі сәлис. Бүгінгі үшінші сабақ. Үшінші сабағымыз кәф әрпінен басталады. Яғни көріп тұрғандарыңыздай бірінші тұрған кәмнің бастапқы сөздің басында жазылу үлгісі, екінші тұрған сөздің ортасындағы жазылу үлгісі және соңғысы сөздің соңында осылай жазылады. Ендеше оқиық. Кә, ки, ку. Кәм. Кәм аудармасы қанша деген мағынаны береді. Яғни сауда орталықтарында бикәм, бикәм хәзә, бұл қаншадан деп сұрауларыңызға болады. Бикәм хәзә. Деп просто жай ғана бикәм. Күн, күн аудармасы бол деген мағынаны береді. Құранда аят бар, Аллах Тағала бол десе, олай қалады деген. Кәй, бакру, макру, кәнзу, тарку, кәтәбә. Кәтәбә аудармасы ол жазды. Және жазу деген де аударманы береді. Яктубу, тәрока, тәрока. Ятруку, кәтәбәтун, кәтәбәтун. Әмәрока, әмәрока, әмәротка, әмәротка. Күнту, күнту, мен болдым. Мәсәлән, ана күнту фи Алматы, ана күнту фи Қатар. Фи деген в орыс тілінде, қазақ тілінде ішінде деген мағынаны береді. Жаймен сөздік қорларыңызды көбейте беріңіздер деген мақсатта жаймен сөздерді қосып отырмын. Мүмкін аудармасы мүмкін бе деген. Яғни мүмкін хәзә. Хәзәнің аудармасы бұл мағына болады ма? Яғни мүмкін, мүмкін қазақ тілінде де мүмкін деген аударма. Келесі әрпіміз ләм әрпі. Яғни ләм әрпі тіл ұшының, көріп тұрғандарыңыздай, тіл ұшының екі жағы жоғарғы күрек тістердің етіне тию арқылы шығады. Бұл әріп екі жағындағы әріптермен де қосылып жазылады. Яғни екі жағымен де қосылып жазылады дегені мынау. Алдыңғы әріппенде және соңғы өзінен кейінгі әріппенде қосылып жазылады. Лә, ли, лу. Әл, бәл, ләм, лу, ләм, кил. Мәзәлә, мәзәлә, ләзима, кәмулә, әнзәтә, әнзәтә, әлзәмә, әкмәлә, әкәләт, әкәлнә, әкәлтә, әкәлти, әкәлту, әкәлту. Осы жерде айта кететін бір жайт, яғни әкәлә деу, әкәлә ол жеу деген мағынаны береді, әкәлә жеу ол жеді деген. Яғни әкәлту мен жедім. Алдыңғы сабақта алдыңғыда біз мынау кәрбін оқығанда біз күнту деген мен болдым. Ол жерден енді байқайтын болсаңыздар, ту деген жалғау ол өткен шақтағы мен істедім деген мағынада береді. Мен болдым, әкәлту мен жедім, кәтәбі жазу болса, кәтәбіту мен жаздым. Яғни өткен шақтағы мен дегеннің жалғауы. Әкәлту мен жедім, әкәлтум бұлбұл, бұлбұл, юләм, ләм, юләм, ләм, тәзәл, зәлә, тәзәл, зәлә, етәзәл, зәлу, етәзәл, зәлу, мутәзәл, зил, мутәзәл, зәл. Так, бесінші сабақ. Бұл жазуларға мән бермеңіздер. Бұқын қарамаңыздар, қазір біз үшінші сабақта отырмыз. Уау әрпі. Уау әрпі, яғни ерін ұштарын, көріп тұрғандарыңызда, ерін ұштарын ашық күйде алдыға қарай сәл созу арқылы шығады. Бұл әріп өзінен алдыңғы әріпке жалғанады тағыны, бірақ өзінен кейінгі әріпке жалғанбай жазылады. Өзінен кейінгі жалғанбайтын әріптерді еске түсірсек, алиф, уау, ро, зәй, дәл әріптері.
сөздің басында, сөздің ортасында және сөздің соңында. Яғни жазу үлгісі екі түрлі. Неге? Себебі өзінен кейінгі әріпке жалғанбай жазылады. Ал аудармасы немесе деген мағына береді. Или ау, рау, нау, ләу, уарал, уатар, уаман, уалам, уалам, уакам. Тағы осы жерде айта кететін жайт бар екен. Уа дегеннің негізгі аудармасы және деген мағына береді. Уа, түркше ве, орысша и, яғни және деген мағына береді. Уа деген. Уакам, және қанша. Мысалы, аулу, дауму, яуму. Яуму аудармасы күн деген мағына береді. Яумул джумаға, жұма күні. Яумус сабт, сенбі күні. Кауну, уайлу, уазну, уазан, афуан, уазан. Уазн деген негізі салмағы қанша. Каукаб, маукиб, аулямтум, аутартум. Яғни бүгінге мүмкін осы әріп 6 минуттық жетеді. Аз аздан үйрену керек, бірақ күнделікті үйрену керек. Аз аздан жасау керек. Кез келген істі аз аздан, бірақ күнде жасауға тырысыңыздар. Қазір әріптерді үйренумен қатар жай-жаймен жаңа сөздер жаттаңыздар. Себебі грамматикаға өтетін болсаңыздар, кез келген тілдің грамматикасын үйренуден бұрын сөздік қорлар кене болуы керек. Мағассалама, сау болыңыздар. Міндетті түрде сабақтарды үзбей қараңыздар, қоңырауды қойып қойыңыздар. Өткізіп алмауларыңыз үшін.